Үй жағдайында тауық етінен шұжық жасаймыз. Бізге куриная грудка және филе бедра керек. Грудкадан фарш жасаймыз. Бедраны майдалап тураймыз. Тұз қосамыз, қара бұрыш және чеснок қосамыз. Сливкемізді құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Осындай фарш шығады. Бетін пленкамен жауып, тоңазытқышқа 5-6 сағатқа қойып қоямыз. Запеканкаға арналған пленкамызды ортасынан бөлеміз. Шұжығымыз қызарып тұру үшін үстін паприкамен себеміз. Фаршымызды саламыз. Шұжықтың формасын келтіретін боламыз. Пленкамызды ораймыз. Екі жағын жақсылап байлаймыз. Фарштан 2 дана шұжық шығады. Алдын ала қызып тұрған пешімізге 180 градуста 1 сағат пісіріп алатын боламыз. Немесе қайнап тұрған суымызда 1 сағат пісіріп алсаңыздар да болады. Бізде осындай өте дәмді шұжық шығады. Жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Егер де менің рецептім ұнаса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.